салт дәстүр күні. Бұл күн мәдениетімізді, салт дәстүрімізді насихаттауға арналады. Қазақ халқының басты құндылықтарының бірі оның салт дәстүрі. Құрметті оқырман, салт дәстүрлерімізді ұлықтап, насихаттау мақсатында балабақша қызметкерлеріне менің сандықшамның ішіндегі әртүрлі салт дәстүрге, ұлттық ойындарға байланысты жинақталған сұрақтарды қойып, қаншалықты жетік білетінін тексерейік. Кеттік ендеше. Сәлеметсіз бе, Эльмира апай? Біз салт дәстүрге байланысты сұрақ қоямыз сізге. Сандықтан қалаған сұрағыңызды аламын. Құрсақ той деген қандай дәстүр? Құрсақ той дегеніміз жас келін көтеріп, абысын ажындарына құрсақ шашу береді. Соны құрсақ той дейміз. Наурызнаманың 4-ші күні мәдениет және салт дәстүріне келді. Ендеше біздің мекеменің қызметкерлері салт дәстүрді қаншалықты жетік біледі екен, соны тексеру үшін сіздерге сұрақтар дайындала келдік. Ендеше сандықшаны ашып сұрақты ала қойыңыз. Ілу салу салт дәстүрі жайлы айтыңыз деді. Онда болса мен жауап беріп көрейін. Меніңше ілу салу салт дәстүрі деген менің танымым бойынша, мысалы әулетімізге жас келін түседі ғой. Сол келіннің артынан жақсы дүниелер, жақсы заттар келеді. Соған ең жақын деген жаңа әулетіндегі адамдар, оның ішіндегі жаңа жеңгесінің қайынсіңлілері сол ілудегі заттарға өте қатты қызыққан кезде соны сұрап алу дәстүрі бар екен. Соны ілу салу деп атайды. Керемет жауап көрсетесіз. Дұрыс болды ма? Эльмира апай, сәлеметсіз бе? Бізге салт дәстүрге байланысты сандықшамызда сұрақтар бар. Сол сұраққа жауап берсеңіз. Тақия тастамақ ұлттық ойыны қалай ойналады? Тақия тастамақ ұлттық ойыны ол үлкендер де, кішілер де ойнай беретін ойын. Бұлда балалар шеңбер бойымен отырады. Сөйтіп бір ойыншы тақияны алып, балалардың сыртынан тастап кетеді бір баланың тұсынан. Оны екінші ойыншы барып, алып, сол тастаған бірінші ойыншының басына қуып жетеді, кигізеді. Егер кигізсе, жеңіске жетеді, ал егер жете алмаса, өнерін көрсетеді. Тамаша, рахмет. Сәлеметсіз бе, Әсем апай? Бізде салт дәстүрге байланысты сұрақ бар. Соған жауап берсеңіз, сандықшадан таңдаңыз. Төркіндеу салт дәстүрі жайлы айтыңыз деді. Төркіндеу қазақ дәстүрінде қыздың, тұрмысқа шыққан қыздың өзінің үйіне қыдырып баруы болып есептелінеді. Қыз үйіне барған кезде қызым төркіндеп келді деп ата-бабамыз өзінің қызына сақтаған сарқыттарын, тыққан тәтті тағамдарын алдына қойып, қызды қонақ қылып, күтіп шығарып салады. Төркіндеу деп осыны айтамыз. Біз салт дәстүрге байланысты сұрақтар қоямыз. Ендеше сандықшаны ашып қараңыз. Аударыспақ дейді, ұлттық ойыны қалай ойналады? Аударыспақ ойыны біздің ұлдарымыз ат үстінде білектесіп ойнайды. Сәлеметсіз бе, Әйгерім апай? Наурызнаманың 4-ші күні мәдениет және салт дәстүр күні. Ендеше біз салт дәстүрге қаншалықты біледі екенбіз, соны тексеру үшін сізге сұрақ алып келдік. Абысын ажын деген кімдер дейді? Абысын ажын деген бір бауырлардың, ағалы інілердің келіншектері бір-біріне абысын болады. Абысын тату болса ас көп, ағайын тату болса ат көп деген мақал бар. Менің сандықшамда салт дәстүрге байланысты сұрақтар бар. Салт дәстүрді қаншалықты білеміз, соны тексеріп көрейік. Ендеше таңдаңыз ішінен. Ат терлеу салт дәстүрі. Ат терлеу салт дәстүрі дегеніміз әулетімізге түскен, жаңадан түскен жас келін үлкен аталарының, әжелерінің, қайныларының атын атамай ат қояды. Соны ат терлеу салт дәстүрі деп айтады. Дұрыс айтасыз. Рахмет апай. Қызды отаулау деген не? Қыздың жаңағы дүниесін апарып, бір үйді сәндеуді отаулау дейді. Керемет, рахмет.